Ұшқан ұя, өткеннің өнегесін бүгінгі жеткізген асыл мұра. Бауыржан Момышұлы. Ұшқан ұя, оқы, түсін, білімді болыңыз. Шығармада ұлттық тәрбие, салт дәстүр, адамгершілік құндылықтар айқын суреттеледі. Бұл шығармада Бауыржан өз балалық шағын, отбасындағы тәрбие мен ұлттық құндылықтарды баяндайды. Осы тәрбиенің арқасында болашақ батыр қалыптасты. Бұл туынды жай ғана естелік емес, кейінгі ұрпаққа қалдырылған рухани мұра. Өз ұяңды таны, тамырыңды біл, болашағыңды құр. Бұл кітап кешегі мен бүгінгі ұрпақты жалғаған рухани көпір. Уақыт өтеді, бірақ тәрбие мен рухани негіз мәңгі қалады. Атасының қолын ұзартып, қолғабыс беруге келді. Ұрық деп берсем құл болма, шыбық деп берсем өкшіл болма. Бәрінен де шырағым, баяны жоғыл болма. Жүр балам, қорықпа, бәрі жақсы болады. Мықтап ұста, арба секіреді. Қорықпа, үйреніп кетесің. Шко, не істеп атсың? Ақырын жүр. Әйтпесе мына қара қазақтың көзі шығып кетеді. Уайымдама, бұл жай ойын ғой. Көрдің бе, мен қорықпаймын. Ал, кәне, сенің көрпең төсеніп, менің көрпем жамылайық. Ысып кетеміз ғой? Жарайды, солай етейік. Оян, Бауыржан. Тұр, сабаққа барайық. Мама, мынаны қараш. Санька ұйықтап қалған балаға күледі. Не десең ол де Василий. Бұл қай қырғыз Василь? Бұлаң біздің танысымың Момыштың баласы. Енді бізбен бірге оқитын болады. Бергеш, балақай. Міне, бері қараңдар оқушылар. Мына қазақ баласы бізде оқитын болады. Сайын орыс балалармен достасып, оқуым да жақсара берді. Қыстың бір сарынды қысқа күні мен созылған шұбалаң түндері таусылып, көктем келді. Ұшқан ұя ұрпаққа қалдырылған өшпес өнеге. Оқыңыз, ой түйіңіз, жүрекпен сезінің.